Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шашқа арналған кеңестерді айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, ең алдымен біз шашымызды 3 айда бір рет ұшын кесіп тұруымыз керек. Және де қолданатын тарақтарыңызды жиі ауыстыруды ұмытпаңыздар. Күніне шашыңызды 2 рет тараңыз. Бұл бір жағынан бас терісінің қан айналымын жақсартатын массаж болады. Шашыңызды тараған кезде асықпай, шаштың ұшынан бастап тараңыз. Шатасқан жерлерін тарақпен емес, қолмен дұрыстаңыз. Шашыңыздың жуатын сусабын, яғни шампунь дұрыс таңдаңыз, маскалар қолданыңыз. Шашты жақсы қалыпқа келтіру үшін кәдімгі шикі жұмыртқаны қолдансаңыз болады. Жұмыртқаның ақ уызы майлы шашқа, ал сары уызы құрғақ және көп түсетін шашқа пайдасы бар. Осы тәсілді алып, шашыңызға 20 минут ұстап болғаннан кейін шампуньмен жуып тастаңыз. Бұл тәсілді айына 1 рет пайдалансаңыз болады. Келесі достар, шашты аптасына 2 рет жууға болады, бірақ одан да көп болмауы тиіс. Шашыңызды жуғанда су қатты ыстық болмауы керек. Және достар, дұрыс тамақтану және су көп ішуді ұмытпаймыз. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Мені видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментария жазып, менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар.